Сәлем достар, сіздермен бірге пайдалы арна каналы. Бүгін сіздерге Enslayer программасын компьютерге орнатуды үйренеміз. Өздеріңізге белгілі, егерде бұл программа компьютерімізде болмаса, ешқандай салық кабинеті, тағы да басқа жерлер жұмыс жасамайды. Сол себепті ең бірінші оны бізге компьютерға орнатып алу керек. Міндетті түрге каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларды тамашалау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Кез келген поисковиктен Enslayer деп басамыз, және де осы жерден скачать бесплатно дегенді тауып аламыз. Сол жердегі ссылка бойынша өзіңіздің компьютеріңіздің қандай версияда екеніне қарап отырып таңдайсыз. Ссылкамыз ашылғаннан кейін осы жерден скачать деген кнопка жерді басамыз. Оны көшіру үшін астыңғы жағында тағы да сондай кнопка болады, оны да басамыз. Ары қарай ашылған ссылкадан безопасное скачивание деген кнопканы басамыз және де көшіріп аламыз. Жоғарғы жақта, үстіңгі жақта көшіріледі. Сол жерден открыть папку деп жаңағы көшірілген файлды папкалардың ішінен тауып аламыз. Ашылған файлдан үстінен 2 рет басып, Enslayer программасын ашамыз. Осы жерде келісім беріп, өзіміздің компьютерімізге жүктеу туралы батырманы басамыз. Жүктеліп болғаннан кейін, осы жерден әрі қарай компьютерға установка жасау үшін рұқсат беру туралы 2 кнопканы басамыз және перезапустить Enslayer деген батырманы басамыз. Тағы да бізден рұқсат сұрайды, да деп басамыз. Осы кезден бастап біздің программамыз компьютерге установлен, яғни көшірілгендігі туралы анықтама шығып тұр, соны басамыз. Одан кейін астыңғы жерден Enslayer программасын ашамыз да модульдерін тексереміз. Кей кезде белгілі бір сайт жерлерінде нет деп тұратын болса, онда ол жерге жұмысын жалғастырмайтын болады. Сол себепті птичка қойып, егерде керекті модуль болса, соны белгілеп аламыз. Осылайша өзімізге керекті Enslayer программасын компьютерімізға жүктеп аламыз. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар.